Баршаңызға сәлем. Мен бүгін күрке тауық етінің аяғынан лапша жасағалы жатырмын. Менімен бірге болыңыздар. Сорпаны көбігінен тазалап аламыз. Сүйекті қайнатамыз ары қарай. Көкөнісіміз дайын болғанша мен лапшаның соусын жасағалы жатырмын. Соусқа 2 қайнатылған жұмыртқа, ерітілген сыр, салат жапырағын және 2 дана чеснок, редиска қосамыз. Осылай көкөністерімізді турап, соусымыздың қауыштарын осылай турап аламыз. Соусымыз осылай болды. Тауық аяғы дайын. Бұл үндіктің аяғынан жасалған сорпа болатын. Осылай шығарып алып, суытып, турап, сорпаға қайтадан саламыз. Дайын сорпамызға жаңағы осылай салып, атын қайнатамыз. Салып алып, бояуға атын қайнатамыз. Етімізді салдық. Енді осы дүкендегі мен дайын лапша сатып аламын. Жұмыртқамен қосылған. Осыны сорпамызға саламыз. Мен 4 бөлігін саламын. Лапшамыз дайын болды. Дайын болды деген соң мен көкөністерді, жұмыртқаларды, соустардың барлығын осылай салып, бетін жауып қоямыз. Осылай бір қайнатып аламыз, қақпағын жаппаймыз. Тамақ дайын.